Ассалаумағалейкум. Петропавлға көш текшесінде отырған барлық туысқандар, қалай аман есенсіздер ме? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Үй мал жан бала шағаларыңыз аман ба? Аман есенсіздер ме? Мен өзімді қысқаша таныстыра кетейін. Мен 96-та келген, Мориден келген атым Шәпиқ деген шалмын. Әзір 50-де келіп, 80-ге келдім. Біз алдымен келіп қоныс алдық, сіздер артынан келіп өріс алдасыздар. Өте жақсы қолдауға, қуаттауға татырлық. Мына сөздеріңізге, дыбыстарыңызға қарасам, сіздер сол 40-тың ар жақ бер жағындағы ғана жігіттер ме екен, асты үстіндегі деп ойлап отырмын. Мына жалпы дүние жүзін салыстырып қаралық. Өзіміз Қытайдан келдік. Қытайда көріңіздер, ұйғыр деген ел бар. Біз сияқты мемлекеті болып шақыратын болса, бір күн бір түннен қалмас ба екен деп ойлаймын. Солар өзінде мына отаншылдығы өте керемет. Мен соған мойындаймын. Ал мына Қытайдың өзі, Қытай әкесі шүрі келі баса қайтып кеткісі келмейді. Ыштырапты жеп, жерде қалғысы келеді. Соны төлейді, соған шыдайды. Ал сендермен дұрыс айтып жүрсіңдер. Анау жақтан келгендерден шақырып келтірсең, не өзі келсе, мына кісіге берген ит оңай жүрмейді ғой, тыртысып. Құды сол сияқты тыртысып келмейді, келгісі келмейді. Жаңадан мына мен осы топқа бүгін қосылып отырмын. Қараңыздар, елім не айтып жатыр. О жақта жақсы тұрмыс өткізіп жатса болды емес, ол жақтан келудің қажеті жоқ дейді. Ары қарай кімнің кім болып кетуі, болашақ қалай болады, ұрпақ не болады, адам кім үшін өмір сүреді, оның бәрінден қақысы жоқ, нөл. Енді анау жігіт ренжіп жатыр, анау ренжітіп жатыр. Сол ренжітіп жүрген жігіттен топтан шығара салыңдар. Менің айтарым. Жаңғыз кіріп қорған болмайды, жаңғыз тал ағаш орман болмайды дейді. Онымен көбейіп азайып қалмайды. Бір қарын сармайды, бір құмырақ шірітеді дейді. Соны кейбіреу санасы әлсіздер, кейбіріне кішкене табаны жылтырақ қышыры жоқтар болса, соғанда сеніп қалуы мүмкін. Сол үшін шығара салсаңдар да ештеңе етпейді. Тіпті кете берсін, сол кетсе қайта соның артынан бір уыс топырақ шашып қуып жіберіңдер. Елде отан болу керек, ұлт болу керек. Мен 96-та келгенде осы жерде қандай еді? Алматыда тұрамын, әзір Алматының Абай ауылында. Алматы қаласы күнше жаңғыз көше деген жарық бар болатын. Әзірге дамушылықтайды. Көшеде кетіп бара жатып, жаңағы бір қазақ бекен деп, өңі қазаққа ұқсаған біреуден қазақта сөйлесең, орысшылап, не знаю деп, басын бір қылжаң еткізіп кете беретін. Әзір 90% қазақта сөйлейді деп айтуға болады. Сонымен келе салған кезде, осы орысшаны аз-аз үйрене бастадым. Қатираға жазып, елдерден сұрап, аудармасы, қазақшасы, орысшасы деп. Содан кейін орысқа ісіміз түскен жоқ, жаңағы аз үйрене бастаған сөзімнің бәрі ұмытып қалдым. Қай жерге кіресің, есікті теуіп ашып кіресің. Әкімге ме, басқаға ма? Көп шаруалармен талай жерге кірдік. Мен сол елімнен, ауданымнан бір талай ел көшірдім, соған көмектестім мен. Бір-екі рет 40-тың үстінде мына осы жаққа келу жолын таба алмай жүрген жастарды еңбек шартын жасасып, Үрімжідегі сыртқы сауда жаңа мекемесіменен осы Қазақстан менен осындай тоқтам жасасып отырып алып өттім. Содан 5-6 күні қайтып кетті деймін. Қалғандары түгел осы жерде елдесіп, жерлесіп, қыздар, ұлдар бәрі үйленіп, көп адам болып кетті. Кейбіреулер үлкен лаубан болып кетті. Ал мен 6 қыз, бір ұл, өзім Ерлібайды екеуімен 9 адам келіп, қазір 40-тың үстінде адам болдық. 3-тен 4-тен баламыз бар. 3-тен бала болса, 9 адам ортақ есептеп 5-те дейсесең, 5-9, 45 адам болады. Сол 40-қа енді таяды. Бұл жердің ерекшелігі несін өте түсіну маңызды. Уақытты қиыншылық болады. Осы жерден анау біреу дүниежүзі күйінше жаңағына Америкаға кетіп жатыр ғой, олар неменеді? Демократиялы ел. Сол жерде жақсы болады деп. Жақсы болып жатқан жағы да көп, жаман болып жатқан жағы да бар. О жаққа менің де бір қызым, күйеу балам, бір жиенім, 2 жиенім сол жақта істеп жатыр, 3 жылдан асып кетті. Жаман емес, Аллаға шүкірлік. Ал Қытайда болса қайтушы еді.
Америка десе бітті кәржияңгер әне алай палай дейді. Мен жерге келгеннен кейін екі дізгін бір шылбыр өз қолыңда. Қайда барасың, қайда тұрасың, не істейсің, өз еркіңде. Сол 30 жылда мен келгенде есігімнен келіп, сен қайдан келдің, сен кімсің деген біреуді көрген жоқпын. Балаларымның бәрі осы жерде оқыды. Осы жерде жұмыс істеп жатыр, кейбіреулері бала міне отыр кішкенелері. Бәрі маңайымда, қасымда түгел. Соған қуанамын мен осы күнде. Енді мен қоныс алып едім, енді өріс алайын деп, сол осы мына көші-қонды көріп, сендерге еліктеп, сол жаққа көшейін бе деген ойым бар әуелі. Тағы да бала шағамды ертіп. Керек болса. О жақты мен мына Шығыс Қазақстан, ана Зайсан, Өскемен жағын көрдім. Мына Семейден бастап мына Петропавлы бар, жаңағы Павлодары бар, ана Қостанай бар, бір қанша жақтарды барып көрем деп, соған қол тигізіп көре алған жоқпын. Ең болмағанда сол жақты бір көріп берейін деп, осы күн жылынса сөйтіп ойлап отырмын. Көштерің көлікті болсын. Мына Петропавлға, солтүстікке көші-қон тобында отырған туысқандар. Осы жерде жақсы, ол солтүстіктің жаздық ауасы дегенің енді ол айтып-айтпай жұмақ. Қазақстанның шөтсіриясы сол жақта. Ал енді қысқа орайында, ол енді 1-2 ай, 3 ай, 4 маусым ғой, міне жаңа бір жігіттер дұрыс айтып жатыр. Сол маусыммен болған өзі ауа райының құбылысы өте жақсы болады. Бізде міне жерде қыстай жаңбыр жауды, көктайғақ, мұз. Ауада дегенің осы адам қалың жер, көк түтін аспан. Тұмау көп, ауру көп. Жамандап отырғаным емес, нақ ахуалын айтып жатырмын. Ал енді солтүстікке барсаң, оның бірі де жоқ. Өте керемет. Ана шығыста сондай екен. Бірақ шығыс солтүстікпенен ана жаққа қарағанда сәл-пәл жоғарырау биіктеу ме әйтеуір суық болады. Оны да білеміз. Ағайындар, жерлес қандастар, уақытты ғана жаңағы көре алмайтын мына басқа ұлт көп қой мына Қазақстанда. Сол ұлттардан ана қазақ атын жамылып алған көре алмайтын дұшпандар көп. Ана жалғыз балап құқықтылардың ішіне жаңағы ана негізгі жұмыс істейтін орындарға кіріп алған. Бұрынғы ана бір Мәсімовтар қайтты, мемлекетті аударып кете жаздады ғой. Кәрім Мәсімовтар. Құды сол сияқты көре алмайтын дұшпандар мына жерге қазақ молайып кетпесін, қазақ молайып көбейіп кетпесін, мынау қазақ иласып кетпесін, біз орыстан әлі қол үзбеуіміз керек, тағы басқа деген ойлар, арам ойларымен өсіп жатыр бұлар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан азырақ қиыншылық болса да чыдау керек. Ұрпақ үшін, өзің үшін, қазақ үшін, қазақ мемлекеті үшін. Жарай ма туысқандар? Өте кереметсіздер. Рахмет сіздерге. Осы топтарыңызда отырмын, мен бағана кірдім. Тағы да тыңдап отырам, тағы да айтып отыратын бірер кеңес болса айтып отырайын. Аман болыңыздар.